Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 3-ші сыныптың 13-ші сабағы. Сабақтың тақырыбы өткенді бекіту. Бірінші тапсырма. Суретке қара. Егер әр құс осы разрядтың бірлігінің санын көрсететін болса, қандай сан шығады? Жаз. Әртүрлі геометриялық фигуралардың көмегімен өз моделіңді ойластыр. Балалар әуеліне қызыл құс бейнеленген бірінші суретке назар аударыңдар. Бізде төмен жақта бірліктерде жазылып тұр, иә? Сол бірліктер класына қарасаңдар, бізде жүздіктерде, ондықтарда және бірліктерде ешқандай құстың суреті жоқ. Демек, ол жерде бізде 0 деген сан болады. Ал үстіңгі мыңдықтар класын қарасаңдар, жүздігінде 3 құс тұр, ондығында 2 құс тұр және бірлігінде 5 құс тұр. Демек, бізде 325 мың деген сан шығады. Келесі көк құсы бар суретке назар аударыңдар. Бұл жерде тура солай. Бірліктер класында бірлігінде, ондығында, жүздігінде ештеңе жоқ, демек ол жерде 0 деген сандар. Ал жоғары жақтағы мыңдықтар класына қарасында жүздігінде 3 құс тұр, ондығында 4 құс тұр және бірлігінде 1 құс тұр. Сонда бізде 341 мың деген сан шығады. Өз ойымен әртүрлі геометриялық фигураларды ойластыр дейді. Бұл жерде мен жасыл дөңгелекпенен жүздікті, көк дөңгелекпен ондықты және қызыл дөңгелекпен бірліктерді белгіледім. Ал төменгі жақта бірліктер класында жүздік, ондық бірлікте ештеңе жоқ. Бұл жерде яғни 0 деген сан болады. Сонда бізде 325 мың деген сан шықты. Енді бұл жерде мен дөңгелектеп көрсеттім. Ал сендер өздерің 4 бұрышты немесе 3 бұрышты жазып көрсетсеңдер болады. Және 341 мың санды тура осылай дөңгелектеп көрсетіп шықтым. Келесі екінші тапсырма А нұсқасы. Сандар қатарының құрылу заңдылығын тап және сандар қатарын жалғастыр. Келесі 3 санды ата. Үстіңгі бірінші қатарға назар аударыңдар. Бізде 20, 22, 25, 29 деген сандар тұр. Бұл жерде 2, 3, 4 санға артқан. Келесі бізде бос ұяшықтар, олар 34 және 40 сандар болады. Демек 5-ке және 6-ға артып отырады. Келесі екінші қатарға назар аударыңдар. 810, 710, 610, яғни бұл жерде 100 санына кеміп отыр. Келесі бос 3 ұяшықта 510, 410 және 310 болады. Келесі балалар соңғы 3-ші қатарға қараңдар. Бұл жерде 515, 525 және 535 деген сандар тұр. Бұл жерде ондықтар қатары 10 санына артып отыр. Демек бізде келесі бос ұяшықтар 545, 555 және 565 болады. Келесі Ә нұсқасы. Мына сандар қатары қалай құрылған? 9, 90, 900, 9 мың, 90 мың, 900 мың. Бұл жердегі сандар 1-0-ге артып отыр. Осыған ұқсас кез келген сандар қатарын өзің құрастырып жаз. Мен өзім мысал ретінде 6 санын алып отырмын. Яғни 6, 60, 600, 6 мың, 60 мың және 600 мың сандары. Үшінші есептің А нұсқасы. 130 құс, 260 құс. Белгісіз құс, бірақ барлығы 620 құс. Енді біз бұны есептеп шығару үшін 130-ға 260-ты қосып жақшаның ішіне және шыққан мәнді 620-дан азайтамыз. Сонда бізде жауабы барлығы 230 құс шықты. Енді балалар үшінші есептің Ә нұсқасы. Бірінші күні 170 құс. Екінші күні бірінші күнге қарағанда 60 құсқа артық. Үшінші күні 210 құс. Бірақ барлығы бізде белгісіз екен қанша құс екені. Енді біз балалар осы есепті шығару үшін бірінші күнгі 170 құсқа қосамыз. 60 артық деп тұр, 60-ты қосамыз. Осы қосындының шыққан мәніне бірінші күнгі 170 құс пен үшінші күнгі 210 құсты қосамыз. Сонда бізде қосындының мәні 610 болып шықты. Сонда бізде жауабы барлығы 610 құс екен. Келесі төртінші есеп. Баған түрінде жаз және есепте. Дұрыстығын тексер. 456 мен 138-дің қосындысы 594-ке тең. 475 пен 347-дің қосындысы 822-ге тең. 927 мен 453-дің айырмасы 474-ке тең. 700 пен 456-ның айырмасы 244-ке тең. 233 пен 471-дің қосындысы 704-ке тең. 675 пен 294-дің қосындысы 969-ға тең. 506 мен 444-дің айырмасы 62-ге тең. 780 мен 611-дің айырмасы 169-ға тең. Енді осы шығарған есебімізді тексерейік. Біз көбейту амалын азайту амалымен, азайту амалын көбейту амалымен тексеріп шығамыз. 594-тен, яғни қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтсақ, яғни 594-тен 138-ді азайтқан кезде айырманың мәні 456 болды. Бұл есеп дұрыс екен. Келесі
822 шықты бізде қосындының мәні. Демек, осы қосындының мәнін 822-ден азайтамыз бірінші қосылғышты, яғни 475 азайтамыз. Сонда бізде екінші қосылғыштың мәні шығып тұр 347 болып. Келесі 474-ке 453-ті қосамыз, сонда қосындының мәні 927 болады. Бұл есепте дұрыс екен. Келесі 244-ке 456-ны қосамыз, сонда бізде 700 шықты. Бұл есепте дұрыс. 704-тен 471-ді азайтқан кезде айырманың мәні 230 шықты. Бұл есепте дұрыс шығарған екенбіз. Келесі 969-дан 294-ті азайтқан кезде айырманың мәні 675 болады. Келесі 62-ге 444-ті қосқан кезде қосындының мәні 506 шығады. Және 169-ға 611-ті қосқанда қосындының мәні 780 шығады. Демек, осы есептердің бәрін дұрыс шығарған екенбіз. Келесі 5-ші тапсырма. Қыста қала саябағында балалар көгершіндерге жем береді. 230 құс ұшып кеткеннен соң, онда 650 құс қалды. Алғашында саябақта барлығы қанша құс болған? Алдымен балалар есептің берілген жазып аламыз. Кеткені 230 құс, қалғаны 650 құс, болғаны белгісіз. Қанша құстың болғанын білу үшін біз кеткен 230 құсқа қалған 650 құсты қосамыз. Сонда қосындының мәні 880 болады. Демек, жауабы 880 құс болған. Келесі 6-шы тапсырма. Орнитолог құстарды зерттейтін ғалым. Ғалымдар құстарды зерттеу мақсатында олардың аяғына жазулары бар сақина кигізеді. Биыл 345 құсты сақиналады. Бұл өткен жылғыдан 215-ке артық. 2 жылда ғалымдар барлығы неше құсты сақиналады? Ең бірінші балалар, бұл есептің берілген жазып алайық. Биыл 345 құс сақиналанған екен, бұл 215-ке артық екен. Бізге белгісіз өткен жылғысы мен 2 жылғысы, яғни барлығы бізге белгісіз. Енді шешіміне келетін болсақ, биылғы 345-тен азайтамыз, 215 артық дегенді азайтамыз. Сонда бізде 130 шығады, бұл өткен жылғысы екен. Енді биылғы 345-ке қосамыз өткен жылғы 130-ды. Сонда бізде қосындының мәні 475-ке тең екен. Демек, жауабы 2 жылда барлығы 475 құс сақиналанды. Келесі 7-ші тапсырма. Өрнекті әртүрлі оқы. 420-дан 350 мен 50-дің айырмасын азайту. Немесе 350 мен 50-дің айырмасын 420-дан азайту. Айырманың мәні 120-ға тең болады. Келесі 360 пен 290 санының айырмасын 420-ға қосу. Немесе 420-ға 360 пен 290-ның айырмасын қосу. Қосындының мәні 490-ға тең болады. Келесі 190 мен 210 санының қосындысының мәнін 700-ден азайту. Немесе 700-ден 190 мен 210 санының қосындысын азайту. Айырманың мәні 300-ге тең болады. Саннан қосындының мәнін азайтамыз деп қай өрнекті оқуға болады? Үшінші өрнекті саннан қосындының мәнін азайтамыз деп оқуға болады. Келесі 8-ші тапсырма балалар, тиімді тәсілмен есепте. Бізге 250 қосу 170 қосу 150 өрнегі берілген екен. Осы өрнекті шығару үшін әуелі өрнектерді дөңгелектеп аламыз. Яғни 250-ге 150-ді қосқанда бізде 400 шығады, 400-ге 170-ді қоссақ 570 шығады. Келесі 360 қосу 270 қосу 340 өрнегі берілген екен. Бұл жерде өрнекті әуелі дөңгелектеп аламыз, яғни 360-қа 340-ті қосып аламыз. Қосындының мәні 700-ге тең болады. 700-ге 270-ті қоссақ 978 сан шығады. Келесі 580 қосу 240 қосу 120 өрнегі берілген екен. 580-ге 120-ны қосып аламыз, сонда бізде 700 шығады. 700-ге 240 қоссақ, қосындының мәні 940-қа тең болады. Келесі 390 қосу 250 қосу 110 өрнегі берілген. 390-ға 110-ды қоссақ 500 болады. 500-ге 250 қоссақ, қосындының мәні 750-ге тең болады. Келесі 560 қосу 230 қосу 170 өрнегі берілген. 230-ға 170-ті қосатын болсақ, қосындының мәні 400-ге тең болады. 400-ге 560-ті қоссақ, қосындының мәні 960 болады. Келесі 270 қосу 180 қосу 50 өрнегі берілген. 270-ге 180 қосқан кезде қосындының мәні 450-ге тең болады. 450-ге қалған 50-ді қоссақ, қосындының мәні 500-ге тең болады. Соңғы 9-шы тапсырма балалар. Тазқара бүркіттен үлкен, ал бүркіт сұңқардан үлкен. Осы құстардың ең кішісі қайсысы? Тазқара ең үлкен болғандықтан барлық құстан тазқараны бірге қоямыз. Ал бүркіт
Тазқарадан кіші, бірақ сұңқардан үлкен. Демек бүркіт екінші болып тұрады. Сонда бізде ең кішісі сұңқар болып тұр. Осымен балалар сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сабағыма лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.